Ауызашардың екінші күніне тефтели сорпасы және пицца. Бисмилля деп бастаймыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып қуырып аламыз. Картоп, сәбізімізді салып қуырамыз. Су құйып, суымызды қайнатамыз. Тартылған ет, күріш, пиязды майдалап турап, тұз бұрышын қосып, дөңгелектеп, осындай тефтели дайындаймыз. Дәміне қарай сорпамызға тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді қосып, тефтелимізді салып пісіріп аламыз. Пиццаның қамырын дайындаймыз. Илеп болған соң 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмаларын турап дайындап қоямыз. Қамырымызды дөңгелектеп жайып шығамыз. Майонез бен кетчупты араластырып, қамырдың бетіне бір келкі етіп жағамыз. Үкіштен өткізілген сырымызды қойып шығамыз. Колбаса және қызанақтарды қойып шығып, пиццамызды пісіріп аламыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.